Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен таңғы асқа ұсынуға болатын сигаре бөрек дайындаймыз. Өте жеңіл әрі оңай дайындалады. Жасап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ұнымызға өсімдік майын, одан кейін тұз, су құйып қамыр илейміз. Оны 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 7 бөлікке бөлеміз. Алдымен ұнның көмегімен қамырымызды жаямыз. Сәл жайғаннан кейін ұнның орнына кукурузный крахмалды қолданамыз. Ол қамырдың эластичный болуына көмектеседі. Жайған қамырымызды бірдей 12 штукқа бөлеміз. Салмасына ірімшік салып, үшбұрыштап жабыстырамыз. Видеода көрсетілгендей, бөрегімізді сумен бекітеміз. Дайын болған бөректерімізді керегінше қуырып, қалғанын тоңазытқышта қатырамыз. Керек кезінде қатырылған бөректерді қуырып алсаңыз болады. Қызып тұрған майымызға бөректерімізді қуырып аламыз. Бөректеріміз дайын болды. Ас болсын.